Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын дәруменге толы салат ұсынбақпын. Әсіресе осы жүктілік барысында апта сайын жасап тұруға тырысудамын. Әрбір адамның денсаулығына пайдалы салатты сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен 2 дана алма және де 1 үлкен піскен қызылшаны қолдандым. Алманы қабығымен қосып турасаңыздар да болады. Мен өзіме жеуге ыңғайлы болғандықтан қабығын ашып қолдандым. Екеуін де бірдей пішінде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қызылшаны қолданғанда міндетті түрде қолдарыңызға ас үй қолғабын киіп алған дұрыс болады. Енді салатымызға қаймақ немесе майонез қосамыз. Мөлшері өз қалауыңызға қарай. Егер де сочный болсын десеңіздер, қаймақты көбірек қосқан дұрысырақ. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Салатымызды ыдысқа салып болғаннан кейін жаңғақты осылай майдалап турап, салаттың бетіне әдемі етіп сеуіп шығамыз. Осымен біздің дәруменге толы салатымыз дайын. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.